Okuşlar. Arkadayız var. Burada. Okuşlar. Bugünkü жаңа сабағымыздың тақырыбы үлкен және кіші сандарда ықшамдап жазу. Бұл дегеніміз мысалы физикада өте үлкен сандар көп деп біз оқытырамыз, кездестіреміз. Мысалы, жер мен айдың арасындағы ара қашықтықты аламыз. 300 мың километр секунд. Ол дегеніміз өте үлкен сан болғандықтан біз оны көп жаза бермейміз ғой, оны ықшамдап дәрежемен жазамыз. Олай жазған бізге өте ыңғайлы және қолайлы есеп шығарғанға. Дәрежелі сандарды қосу болсын. Мысалы 7 көбейтілген 10-ның 7 дәрежесі қосамыз. 5 көбейтілген 10-ның минус 7 дәрежесі. Қанша болады? Қалай қосамыз? Кім айтады? Бірінші көбейткіштері қосылады. Бірінші көбейткіші 7 мен 5. 7 мен 5 қоса қанша? 12 өз жазылады. Және да 10-ның минус 7 дәрежесі дегеніміз екеуінде де бірдей болғандықтан тек біреуі ғана жазылады. Қосылған кезде минус 7 дәрежесі. Қосудың ерекшелігі сондай. Енді азайтқан кезде, мысалы 5 көбейтілген 10-ның 8 дәрежесі, алтыдан 3 көбейтілген 10-ның 6 дәрежесі. Қалай азайтамыз оны? Кім айтады? Бірінші сандан азайтамыз. Бірінші азайтам кеме қалады. Бізде дәрежелері екі түрлі. Бізге қосу азайту үшін дәрежелерді бір-біріне теңестіру керек. Оны қалай істейміз? Болмаса 8-ді 6-ға, болмаса 6-ды 8-ге теңестіруіміз керек бірінші дәрежелерді. Содан кейін барып алсақ болады. Қалай теңестіреміз? 5-ті 500 деп алсақ, сол кезде дәрежесі 6-ға аз дұрыс. Өте дұрыс айтады. Маған жарайсың. 500 деп алсақ, 2 орын бұлар мына қарай жіберетін болсақ, 5-ке қарай. Мынау 2 дәрежеге азаяды екен. 10-ның 6 дәрежесі. Алынған 3 көбейтілген 10-ның 6 дәрежесі. Енді дәрежелері бірдей болды ма? 10-ның 6 дәрежесі тең болды. Енді бірінші көбейткіштен бірінші көбейткішті азайтамыз. 500 алынған 3. Қанша болады? 497. Көбейтілген қайсы жазылады? Біреуі жазылады. 10-ның 6 дәрежесі. Енді келесі бұл қосу азайту кезіндегі амал. Енді көбейту бөлу кезінде, мысалы 3 көбейтілген 10-ның 6 дәрежесі, көбейтілген 4 көбейтілген 10-ның 2 дәрежесі. Бұл кезде бірінші көбейткіштерін көбейтеміз 4 және 3-ті. Қанша болады 4 3-ті көбейтсек? 12 көбейтілген. Мына 10-ымыз көбейтілмейді ешқандай санға. 10-ымыз өз жазылады. Енді дәрежелерін жаңағыдай қосамыз. Бұл көбейтілген кезде дәрежелерін бір-біріне қосамыз. 6-ға 2-ні қоссақ 8 дәреже болады екен. Сонда 3 көбейтілген 10-ның 6 дәрежесі көбейтілген, 4 көбейтілген 10-ның 2 дәрежесі дегеніміз 12 көбейтілген 10-ның 8 дәрежесі болады. 2-ге көбейтсек 2 дәрежесі болады екен. Олай болса оқушылар, кітаптың артқы жағында бірден екінші жақты бұл. Біріншісін қараймыз. Мына сандардағы ықшам түрінде жазыңдар дейді. Кім шығады тақтаға? Баста, кім шығады тақтаға? Шыға көрсек. Бірінші, 8300 деген сан берілген, сонда ықшамдап жазамыз. Бірде екінші жақты бұл. 8300 тек ықшамдап жазамыз. Дәреже. 2 дәрежесі бар. 10-ның 2 дәрежесі. 10-ның 2 дәрежесі қанша? 100. 100 болады. 100-ге көбейтсек 8-ның 3-ті шыға ма? Молодец. Отырамын. Екінші. Шау. Екінші сатымыз 816 миллион 200 мың. Орнымыз отырып шығарып қойған екенбіз. Көшіп жазамыз. Дұрыс па дұрыс емес па тексереміз. 816 миллион 200 мың. Sen жазып алдыңыз ба дәптерге? Иә. Жазамыз.
Молодец. Жарайсыңдар. Дұрыс па енді? Қараймыз тақтаға. 216 миллион 200 миллион. 216 миллион 200 миллионда 82 бөлінген 18 дәрежесінде жазыпты. Дұрыс па? Жоқ, ағай не шаш? Тура осы берілген санды жазуымыз керек. Ағай шаш жүзден 62 деп алсақ болады. Болмаса 862 деп алсақ болады. Жасы солай. Ал олай болса оқушылар бүгінгі сабағымыз түсінікті ме? Үйге қалған екінші жаттығуды шығарып келеміз. Бүгінгі сабақта жақсы қатысып отырған Аннелге, тақтағашын есеп шығарып және Асылжанға және жауап беріп отырған Рамазанға 5 деген баға. Қалғанымыз жақсылап сабақ оқып, талпынамыз сабақ оқуға, үй тапсырмасын орындап келеміз. Осымен сабағымыз аяқталды. Сау болыңыздар. Оның 6 дәрежесіdir. Енді келесі бұл қосу азайту кезіндегі амал. Енді көбейту бөлу кезінде. Мысалы 3 көбейтілген 10-ның 6 дәрежесі, көбейтілген 4 көбейтілген 10-ның 2 дәрежесі. Бұл кезде бірінші көбейткіштерін көбейтеміз 4 және 3-ті. Қанша болады 4-ке 3-ті көбейтсек? 12 көбейтілген. Мына 10-ымыз көбейтілмейді ешқандай санға. 10-ымыз өзі жазылады. Енді дәрежелерін жаңағыдай қосамыз. Бұл көбейтілген кезде дәрежелерін бір-біріне қосамыз. 6-ға 2-ні қоссақ 8 дәреже болады екен. Сонда 3 көбейтілген 10-ның 6 дәрежесі көбейтілген, 4 көбейтілген 10-ның 2 дәрежесі дегеніміз 12 көбейтілген 10-ның 8 дәрежесі болады екен. Егер мына сандарды ашып жазатын болсақ, 3-тің артында 6-0 бар деген сөз. Ол дегеніміз 3 миллион деген сөз. 3 миллионды 400-ге көбейтсек 12 миллион 120 миллионды примерно сондай шығады. Енді бөлген кезде 4 көбейтілген 10-ның 8 дәрежесі бөлу 2 көбейтілген 10-ның 6 дәрежесі. Бұл кезде бөлу болған кезде дәрежелер азайтылады екен. Бұл жерде жаңағы қосып азайту сияқты дәрежелерін теңестірмейміз. Тек қана азайтамыз. 4-ті 2-ге бөлеміз. Қанша болады? 2 көбейтілген 10-ның өзі жазылады. 8-ден алсақ 2 дәреже қалады. Сонда 4 көбейтілген 10-ның 8 дәрежесін бөлсек 2 көбейтілген 10-ның 6 дәрежесі тең 2 көбейтілген 10-ның 2 дәрежесі. Бұны ашып жазсақ қанша болады? 2 көбейтілген 10-ның 2 дәрежесі дегеніміз қанша болады? 4 бола ма? 200 болады. 200. 10-ның 2 дәрежесі дегеніміз 10-ның квадраты деген сөз. 10-ның квадраты қанша? 2 көбейтсек 2 болады екен. Олай болса оқушылар, кітаптың артқы жағында бірден екінші жаттығу. Біріншісін қараймыз. Мына санадағы шам түрінде жазыңдар дейді. Кім шығады тақтаға? Басқа кім шығады тақтаға? Сау болсын. Бірінші 8300 деген сан берілген, сонда шамдар жазамыз. Бірде екінші жаттығу деп тұрайыз. 8300 тек шамдар жазамыз. Дәреже ашықтығы мынау жер екеуінің ара қашықтығы 150 мың километр. 150 миллион километр. Енді күн азанда шыққан кезде жерге дейін 8 секундта жетеді екен. Ол дегеніміз 150 миллион километрда 8 секундта жүру дегеніміз 1 секундта 300 миллион метр. 1 секундта 300 миллион метр. Жылдамдықпен парала деген метр бөлінген секунд. Кішкентай болғандықтан оны есептеп жазу мүмкін емес. Сондықтан бізге ықшамдап жазу деген шамамыз бар. Тура тәсілде физикалық шамамен мәні тікелей құралды көрсетумен анықталады. Мысалы, уақытты сағатпен немесе секундымен ал ұзындығы кешін анықтайды. Дұрыс. Отырамыз. Тағы кім айтады? Айтады.
бүгінгі сабағымыз түсінікті ма? Үйге қалған екінші жаттығуды шығарып келеміз. Бүгінгі сабақта жақсы қатысып отырған аннелге, тақтаға шын шығарып және Асылжанға және жауап беріп отырған Рамазанға 5 деген бағалар. Қалғанымыз жақсылап сабақ оқып, талпынан сабақ оқуға үй тапсырмасын орындап келеміз. Осымен сабағымыз аяқталды. Сау болыңыздар.